Саламатсыздар ма, құрметті достар? Біз Ата-ана сағаты подкастының келесі санын сіздерге ұсынғалы отырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз бала және гаджеттер. Саламатсыздар ма? Осы тақырыптың қонақтары Инара Мұхтарова, Астана отбасылық институтының психологы және Тимур Бектұр, IT-аналитик. Хабарымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымызды жалғастырайық. Дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымы бар. Сол ұйымның ата-аналарға берген нұсқаулықтары бар. Сол кеңестердің ішінде олар 3 жасқа дейінгі бала теледидар көрмеуі керек дейді. Дегенмен осындай гаджеттер қолданбау керек. Гаджеттер қолданбау керек деген ұсынысты айтады. Осыны және оның баланың денсаулығына қандай зияны бар екенін де атап өтеді. Дегенмен ата-аналар осы ережені біле отырып, балаларына туғаннан теледидар көрсетіп, немесе әртүрлі гаджеттерді қолына ұстатып, кейде мақтанышпен айтып жатады. Адамға неге қиын осындай бір ережелерді ұстау? Кешіріңіз сөзіңізді, қонақтарымыз сұраққа жауап бермес бұрын, үлкен мінберлерде біз енді ресми жұмысымыз да бар ғой. Осы мәліметті айтқан кезде тіпті қарсылық танытып жатады адамдар. Дәлелің қайсы, қай жерде жазылыпты деп. Ол жалпы әлемге ортақ ережелер. Осыған қалай қарайсыздар? Шынымен де қазір жұмыс істеп жатқан ата-аналар, олар біріншіден айтады, мен жұмыста жүргенде, немесе жұмыстан шаршап келгенде, балам тыныш отырсын деп, телевизор қосамын, немесе қолына планшет, телефон беремін. Сондықтан мына жерде ең басты мәселе ата-аналардың өз-өзінің бір ресурс табу, энергиясын табу. Балаға уақытын бөлу дегендей. Балаға уақытын бөле алмайды, өйткені олардың өздерінің ешқандай күші жоқ. Әлсіздену деуге де болады жұмыстан келген соң. Сондықтан мүмкін осындай ережелер бізде әлі қалыптаспай жатыр. Не істеуіміз керек? Не істеуіміз керек, Тимур? Негізі көптеген осындай мәселелер жалпы жеке адамның өзінің күн тәртібіне және өзінің тәрбиесіне келіп тіреледі екен да. Яғни бұны айта салу әрине оңай, себебі маған да менің таныстарым күлуі мүмкін. Өзінің жаңағы тәрбиесі, бала шағасына беріп жатқан үлгісі қандай екен, соны көрмегесін шіркін деп. Өте қиын, себебі күн тәртібі анау расбарайдық не деп айтып жатамыз ғой. Қай уақытта өзіңе бөлу керек, қай уақытта бала шағаңа бөлу керек, қай уақытта жаңа диджитал деп жатырсыздар ғой, қазір гаджеттер. Сол гаджеттер деген негізі планшет, смартфон, тағы сол сияқты қолға ұсталатын мобильді құрылғылар ғой. Оған енді теледидар да кіріп жатыр, себебі олар бұрын теледидар еді, қазір смарт ТВ болып кетті. Смарт ТВ интернетке қосылады, күні-түні стримде тұрады. Сондықтан оларды қазір гаджет емес, яғни гаджеттің жалпы ешқандай зияны жоқ. Құрылғы ретінде ешқандай зияны жоқ негізі. Ол адам баласының қосымша функция. Өмірімізді жеңілдету үшін ойлап табылды. Өмірімізді жеңілдету үшін өзіміз ойлап тапқан құрылғыны өзіміз ауырлатып жатыр екенбіз. Содан қазір әлемде мынандай термин шықты, ол screen time деген. Яғни мәселе гаджетте емес екен да. Мәселе screen time'да екен. Ал screen дегеніміз қай құрылғының дисплейі бар, соның барлығы жатады. Яғни осы барлық жаңағы теледидар болсын, планшет болсын, ол тіпті PlayStation болсын, жалпы скрин қай жерде бала сәуле шашып тұрған жаңағы интерактивті экранға қарайды, соның барлығы жатып кетеді екен. Көрдіңіз бе? Яғни оның масштабы ауқымырақ болады. Яғни бұл күн тәртібі дегенде ол міндетті түрде қадалып жаңағы смартфонға қарап отыратын уақыт емес. Мейлі ол коньки теуіп жүрсін, айталық, үлкен бір стадионда, спорт комплексте. Бірақ ол жерде үлкен LED экран тұрса, соған қарап, жаңа сол жерде болып жатқан клиптерге назарын аударып жүрсе де, ол толықтай физикалық белсенділікпен айналысып жүрген жоқ деген сөз да. Яғни screen time деген кезде ол ауқымды, масштабты нәрсені білдіреді. Яғни күн тәртібінде screen timeға уақыт бөлу және қай уақытқа бөлу, таңертең, кешке және оны қалай бөлу дегенге келіп тіреледі екен түптің түбінде. Яғни сол өзіңіз айтып отырған қарапайым ғана ережелер, тәртіптер
Инара, біз білеміз, сіз осы саланы тереңдеп зерттеп жүрген маманның бірісіз. Мен сіздің блогыңызды өзім қарап, оқып, өзім үшін де өте көп мәліметтер алдым. Жалпы тәуелділік мәселесін алайықшы. Қазір біз смартфон бермесе манипуляцияның түр-түрін көрсететін балаларды күнделікті көріп жүрміз. Жалпы ата-аналар баласының алдында иіліп айтқанның бәрін орындайтын деңгейде. Енді бізді дәл қазір көріп отырған ата-аналардың көбісіне таныс жағдай бұл. Балалардың истерикасы дегенде, сұрағыңыз? Тәуелділік, гаджетке тәуелділік, оның белгілері, қай кезде біз оған дабыл қағуымыз керек, оның дұрыс емес екенін қай сәтте түсінуіміз керек. Негізі балалар ата-аналармен жұмыс жасаған кезде, сұрақты қойған кезде, олар өздері айтады. Мен баламды шақырғанда бірінші рет келе қоймайды. Бала ылғида ата-анасына белгілерді көрсетеді. Мысалы, балаңыз гаджетте отырма, телефонда, планшетте, немесе теледидар көріп. Шақырсаңыз, ол сізге ау деп жауап бермейді. Ол бірінші белгі. Екінші белгі. Өзі сіздің сөзіңізсіз гаджеттен тұра қоймайды. Отыра береді. Содан кейін егер қарны ашса, уже печенькасы немесе бургерін келіп, уже соның алдында отырады. Осы белгілер. Немесе егер де әжетханаға барғысы келсе, ол қысып отыра береді. Өйткені назары уже гаджетте, ол виртуалда отыр. Сонда шынайы әлем оған фон ретінде көрінеді. Өзі ана жақта өмір сүріп жатыр. Өзі виртуалды әлемде отыр. Осы маман ретінде өзіңіз қандай кеңес берер едіңіз? Бала неше жастан бастап қолдана алады? Мына жерде мен қанша осы тақырыпты зерттеп жүрмін, енді 2 жыл болды, бір келісімге әлі келісім жоқ ғалымдардың арасында. Бірақ мысалы невропатологтар айтады, балаға 3 жасқа дейін, даже 7 жасқа дейін 25 минут жеткілікті гаджетпен отыру. Өйткені ол тікелей миға әсер етеді. Кора головного мозга. Сол жерде бір нарушениялар нелер басталады. Процесстер. Ал ол зерттеулер қазір бар ма, осындай зерттеулер? Әлі зерттеліп жүр. Нәтиже жоқ, сондықтан. Не дегенмен мен оқыған ақпарат көздерінің барлығы 2 жасқа дейін балаға бермеу керек дейді. Теледидарды көрсетпеу керек, құрылғыларды бермеу керек дейді. Себебі алғашқы сол 2-3 жылдықта баланың алғашқы ойлау қабілеті, сөйлеу қабілеті, жаңағы сырттан келетін факторларға жауап беру, нейрондары дамып бастайтын уақыт. Ол үйренеді, ойын арқылы, басқа ата-аналармен алмасу арқылы ол өз-өзі дамиды, миы дамиды. Ал гаджет ондай мүмкіндік бермейді. Мысалы, жақында ғана бір не оқыдым, зерттеу. Синсиннати деген Америкадағы клиниканың дәрігері бар екен, доктор Хаттон деген кісі. Сол үнемі гаджет қолданатын, яғни негізі 2 сағат деп айтады екен, ол 1 сағат. 2-3 сағат, негізі 2 сағат деп айтады екен, жас балаларға да, адамдарға да негізі. Бірақ сол, енді ол скрин тайм дегенде 12 әдетте, 12-24 сағат қой, енді бәлкім біреулер түнде оянып кететін шығар. Неде болса 2 сағаттан көп қолданатын балаларды зерттеген кезде, сөйтсе, анау мида серое вещество, белое вещество деген болады, ақ зат деп айтамыз ғой қазақша. Сол ақ зат мидағы когнитивке, сосын тіл үйренуіне, сосын сауаттылыққа, литереси деп айтады. Соған жауап беретін нәрсе екен, ақ нәрсе мидағы. Сол жаңағы гаджет, яғни скрин тайм 2 сағаттан көп қолданатын балалармен зерттеген кезде, сосын олардың миын МРТ-ға түсірген. Сөйтсе, кеш дамушылық байқаған екен. Яғни бұл алғашқы зерттеулердің белгісі. Бізде зерттеудің нәтижесі жоқ әлі, сондықтан да біз еркінсіп жүрміз деп айтуға бола ма? Болады, себебі мысалға менің үлкен ұлым 2010 жылғы, әлемдік графикаға қарайтын болсақ, негізі смартфонның өзі сол 2010 жылдар шықты. Смартфон болғанда біз енді әдетте айфоннан бастап айтамыз. Себебі смартфондар, коммуникаторлар оған дейін болды ғой, 95 жылдан басталды, анау Palm PC дегендер. Бірақ енді ол әрине ол балалар түгіл біздің өзімізге де қолжетімді болған жоқ.
2010-нан бастап iPhone шыққаннан біз сол негізі скрин таймның, әсіресе интернеттің қолжетімді бола бастағаны сол 2010-нан басталады. Тиісінше қазіргі диджитал ұрпақ, яғни диджитал нейтив дейміз ғой, туғаннан iPad ұстап туатын балалар сол 2010 жылғылар. Яғни олар 10 жасқа енді келіп жатыр. Демек, академиялық зерттеулер, академиялық, психологиялық, клиникалық, басқа да зерттеулер осы уақытқа дейін полемика болып келе жатқаны нақты айта алмайтыны. Яғни бермең, 3 жастан бастап беріңіздер, 5 жастан бастап беріңіздер деп. Себебі зерттеу нәтижесі жоқ. Менің ойымша енді болашақ, жақын болашақ 3-5 жылдықта шыға бастайды. Ол аралықта біз оны әбден қолданып, зиянын шеккен ұрпақты не істейміз? Оларды қалай емдеуге болады? Қазір тіпті нақты дәлелдемем жоқ, бірақ осындай тәуелділіктен емдейтін жағдайларда кездеседі. Мұны ауру деп қарастыруға бола ма? Я енді МКБ-ді 11-ші версиясында осы гаджетозависимость, осы тәуелділікті ауруға жатқызады. Сонда біз оны наркомания, алкоголизм ретінде, ауру ретінде емдей бастаймыз. Қазір енді осы 20-шы жылы кіру керек ол МКБ-11. Ол Қазақстанда ма жоқ, қай жақтағы құжат жаңағы? Ұлттық, әлем бойынша бүкіл аурулар тізімі. Өте жақсы. Мына жерде тағы бір нәрсе сұрайыншы. Смартфоннан бөлінетін сәулелер бар, я? Сәулелену бар, зиянды нәрселер. Ата-ана осы туралы не білуі керек? Түрлі аңыздар бар ғой. Бұл жаңағы менің айтқан зерттеуіме келіп тіреледі. Яғни жалпы мына скрин тайм дедік қой, яғни одан шығатын анау негізінен ультра күлгін сосын көк сәуле деген бар екен, блю скрин деп айтады. Сол негізі соны мына кез келген смартфонда сізде де бар, соны өшіріп тастау функциясы бар. Ол бірақ оны қоссаңыз экран кішкене тұнық, анау түрлі түстер қанық болып көрінеді. Оны қайдан табады ата-аналар? Ол Android, iPhone-да білмедім, мен өзім Android телефонын қолданамын. Android-тың үстін бұлай төмен түсірген кезде сол жерде оңай қолжетімді жерде. Кәдімгі интернетке қосу, жаңағы әуе режиміне қандай белгі тұр деген жерде экранның түсі тұрады, астында blue screen деп тұрады. Түсінікті. Соны бастасаса, экрандағы жаңағы сәуле шашатын функциясы бүйтіп тусклый болып қалады, яғни сөліп қалады. Енді оған үйрену қиын басында. Себебі түстердің қанықтығы кетіп қалады да, экранның қанықтығы. Себебі жаңа шашып тұрған сәулені алып тастайды. Негізінен солар радиоактивті жаңа сәуле бөледі деп айтады. Бірақ түптің түбінде, яғни енді білмедім, соншалықты бір ата-ана шығып маған ғылыми академиялық жағынан дәлелдеп бер, жаңағы қанша ғалым отырып осыны мақұлдады дегенге біздің әрине ешқандай жауабымыз жоқ. Дегенмен бірден белгілі баланың көзі кететіні, яғни отырады көз. Екіншіден, көзі бүйтіп қарашығы шошып бастайды екен да. Енді әрине ол енді жаңағы өте тым білмедім мен 8 сағат отыра ма, 7 сағат қадалып отырғаннан болатын шығар. Дегенмен бұл Инара ханым айтқандай алғашқы белгілері бәрібір білдіреді. Мен осы жерде толықтырайыншы. Жақында бір кітап оқығанда ол жерде виртуалды бала деген кітап бар, Крис Роуэннің. Сол кісі кітабында былай деп жазады: 1 мен 3 жас аралығында бала теледидарды көп көрсе, оның зиянын 7 жасқа келгенде көреді екен. 7 жасқа келгенде баланың назарын бір нәрсеге шоғырландыру қиындайды екен. Бұл жаңағы зерттеулердің бұл әрине Америкадағы және осыған қоса 2015 жылғы статистиканы айтайын. 2015 жылы Америкада педиатрия академиясы бар. Солар бір статистика жүргізгенде мынадай мәлімет айтады: 2 жасқа дейінгі баланың 30% мобильді құрылғыларды ойынға қолданады екен. Қазақстанда осындай бір статистикалар бар ма? Қазақстанда ондай статистика жоқ, себебі өздеріңіз білесіздер, анау Play Marketке де, App Store-ға да тіркелу қателеспесем 13 жастан басталады, 13-15 жастан басталады. Тиісінше ол жерде аккаунт ашқан кезде автоматты түрде ол сіз 2 жаста деп
қоса алмайсыз да. Ата-анасының. Иә, яғни ол бұл жерде ата-анасы сауалнама аккаунтын- жүргізу керек болып тұр ғой, ата-аналарға балаңызға неше жастан бастап смартфон бересіз деген. Аха, солай. Немесе көп енді ата-ана білмейтін болар, негізі мына Android құрылғыларда, сосын YouTube көрсетіп қойған кезде негізі бала режимі деген бар. Детский режим деп тұрады егер телефондарында орысша тұрса. Негізі сол детский режимге қосқан дұрысырақ. Ол не береді? Ол біріншіден қалаусыз басқа видеолар қосылып кетпеуін Сіз қадағалайды. бүткіл контентті ата-ана ретінде қадағалап отырасыз. Жоқ, қадағалап сол отырмауға кішкене жақсылау. Яғни алдын ала жоспарын қойып қоясыз. ересек адамның контенті болмайды. Ол режимде ересек адамның контенті болмайды. Яғни сіз қараусыз қалдырсаңыз да ол балалар контентін қолданады. Түсінікті. Ол бала режимін кім жасайды? Қайдан? Бала режимі ол YouTube-та былай бір ғана кнопка. Жоқ, жалпы айтамда, оны сол YouTube-ты құрастырып Жасаушылардың енгізген функциясы. Жоқ, ол дайын функция. Ол YouTube-тағы дайын функция. Екіншіден, ол YouTube болса, мына смартфонның өзінде, әсіресе Android планшет, смартфондарда детский режим деген бар. Соны қойса, ол үстіндегі жаңағы Facebook ба, басқа да бүкіл иконкаларды алып тастап, тек қана балалардың ойынымен несін қалдырады. Көретін видеолар. YouTube Kids дейді, сонысын ғана қалдырады. Яғни сөзіміздің басында жаңағы тәрбие, тәртіп, күн тәртібі деп бастадық қой. Жайлап соған алып келе береді екен да. Бұл қызық нәрсе негізі. Инара ханым, осы жерде сізге сұрақ туындайды. Енді біз әңгімеміздің ең қорқынышты жағына ауыссақ, біз ата-аналарды қорқытып отырамыз өйткені қазір сондай бір критикалық халде тұр біздің жалпы ата-аналардың жағдайы, балалардың жағдайы. Кез келген тәуелділік, осы гаджеттен басталған, ертең үлкейген кезде басқа тәуелділікке ауысады дейді. Сондай мүмкіндік бар. Өйткені қараңыз, бала виртуалды өмірде әлемде көп болғандықтан, ол шынайы өмірдегі келген стресс, қиыншылықтармен онымен жұмыс істей алмайды. Өйткені қараңыз, виртуалда, мысалы ол ойын ойнаса, жас өпсірімді алсақ, ойынға ол өзінің жеңісіне қалай жетеді? 2 саусағымен. Ал шынайы өмірде жеңіске жету үшін, мысалы футбол ойнап, немесе тағы басқа шаруалар төбелесіп, қаншама еңбек керек, әрекет керек. Көрдіңіз ғой, сонда бала сол виртуалдың бір қапқаны десек те айтсақ та болады, бір қапқаны виртуалды әлемде жеңіске, нәтижеге жету жеңіл балаға. Ал шынайы өмірде қиынырақтау. Сондықтан бала, мені қазір сіз айтқандай, әлі 2010 жылдан бастап, әлі балалар мектеп бітірген жоқ, сондықтан әлі білмейміз не болады. Бірақ психологиялық тұрғыдан менің ойымша олар сондай ересек келген кезде, мектеп бітіріп, университет бітіріп келген кезде бәрібірде шынайы өмірде қиыншылықпен бет-бе-бет келіседі. Сонда депрессияға, немесе апатия, немесе панические атаки басталуы мүмкін. А осы мазасыздық бүкіл тәуелділіктің түбінде жатады. Өйткені адам онымен жұмыс істей алмайды. Сізге ата-аналар келгенде қандай мәселелермен көбінесе келеді? Интернет тәуелділікке байланысты. 7-ге дейінгі балаларды алсақ, балалардың истерикасы гаджет алған кезде. Содан кейін бала түні бойы, енді түнгі 3-те, енді ойлаңыз, 7-ге толмаған бала, түнгі 3-те, 2-де ғана жатады. Өйткені гаджетпен отырады. Гаджет алса истерика болады. Сонымен келеді, ал жас өпсірімдердің проблемалары ойын. Ролевые игры дейміз ғой, сол ең бүкіл түрлердің ойындардың ең қауіпті түрі. Бала көзінен, өзінің геройдың көзінен ойнаған кезде. Мүмкін байқаған шығарсыздар. Өзін солай сезінеді. Идентификация 100% болады. Қараңыз, енді сондай жағдайға душар болды. Жаңағы ата-анасына түрлі истерика көрсетіп отыр. Оның белгілері қандай? Не істейді бала? Жатады.
жерде жатады, айғайлайды, лақтырады, жер ұрады. тепкілейді. осы жерде Бұндай жағдайда. бұл негізі балалардың жаңағы ата-анасына жасайтын манипуляциясы ғой. Иә. Бұл енді гаджеттің түрінде де болуы мүмкін, басқа да дүкенге барғанда болуы мүмкін, иә. Анау ойыншықтар. Бірақ қазір басым болып тұр да гаджет қазір. Бірақ енді жалпы айтқалы жатырмын, енді түбінде ол баланың ата-анасын манипуляция жасау. Басқарып алу. Оны әдейі істемейді ғой енді. Әрине әдейі істемейді. Жоқ, мен сонымен жұмыс істеудің өзімдік тәсілі. Дұрыс. Басында енді әрине ол менікі бірақ сол неден супермаркеттен, дүкеннен басталды. Себебі ол әрине мен балаларыма смартфон түбегейлі беріп қоймаймын. Бірден түсіндім олар маған манипуляция жасайтынын. Сондықтан планшет берейін, смартфон берейін, балам таста десем тастайды олар. Яғни түсіндім. Бұлар демек айтқан тыңдайды екен. Тек бұларға беріп қоймау керек екен деп. Өздеріңіз білесіздер ғой, біздің бала кезімізде жаңағы Денди, Сега деген енді шығып жатты, иә. Кейін ойлаймын ғой, жаңа неге біздің әке шешеміз бізге қой дегенде біз қойдық та, және ол қаталырақ болды. Біз қой дегенде біздің балаларымыз неге қоймайды? Сөйтсек, мына технология біздің ата-анамызға әсер етпеген екен. Яғни олар өздері қолданбағандықтан, олардың қой деген жаңағы тоқтамы соңғы әрі нақты шешім болған екен да. Себебі өздері қолданбайды оны. Егер өздері теледидардың алдында таңертеңнен кешке дейін отырса, егер өздері Сеганы, Дендиді таңертеңнен кешке дейін ойнаса, демек олар біздерге айтқаны зілсіз болатын еді. Өтімсіз болар еді. Яғни таста дейді, тастамасаң ештеңе істемейді. Қазіргі біз өкінішке орай біз өзіміз планшетті, смартфонды, жаңағы скрин тайм дейміз бе, таңертеңнен кешке өзіміз ұстап отқаннан кейін біздің ұрысуымыз зілсіз болып жатыр. Анау темекі шегетін ата-ананың баласына темекі шекпей деп айтқан сияқты ғой. Содан түсіндім, бұлар нағыз манипулятор екендігін. Кейін супермаркетке барған кезде анау мерчендайзерлер дейді, олар жаңағы баланың деңгейіне қояды екен. Қол жететін жерде бәрі. Кассаның қасына жаңағы тәттілерді баланың деңгейі, бойының деңгейінде қояды. Ал неге кіріп келген кезде супермаркетке кіріп шығатын жер ғой, касса шығатын жер, кірген жеріне ойыншықтарды қояды екен. Сосын жасымен қояды екен. Яғни 17-13 жасар балалардың деңгейіне солардың ойыншығын, ал төменге сол 2-3 жастағы балалардың ойыншығын қояды екен да. Иә, рас. Енді олар кіре салып жабысып алады, мен алам, кәдімгідей нақты шешім айтады да, менікі мынау. Ақшаң бар ма, жоқ па, алайын деп тұрсың ба, жоқ, қарамайды. Сосын басында бір-екі рет енді бет-бетіп қарап едік, шыңғырады, айқайлайды, бүкіл елді қарайды. Сосын жақсы деп, кейін ол олай болмайтынын түсіндім, 2 рет, 3-ші рет барған кезде. Сосын барып енді ұятта болса, қолынан жұлып алып, қойып, жерге бақырып қалды, бақырсаң бақыра берді. Ана күзетші келе жатыр, сіздің балаңыз ба деп. Яғни бір рет ұятқа қалдым, бірақ ол бірден түсінді бала. Олай болмайды. Кейін жаңағы инстаграмға суретін шығарғам, екеуі бір 4-те, 5-те болды, шамасында 5-те, 6-та болдым, қазір ұмытып қалдым. Ойыншықтарға қарап тұрды, даже жақындамайды да, себебі не жоқ одан, пайда жоқ, жақында не ұста, не ұстама, не уже әке алып бермейді. Яғни ата-ананың табандылығы өте керек. Және соңғы нақты шешім қылып айту керек екен да. Директивно. Және осы манипуляторларға қарсы қолданатын әдіс диджиталға да тікелей қатысты. Яғни әрине ол басын еденге соғады. Жоқ, шынымен солай. Кәдімгідей басын еденге соғады, маған бермедің деп. Әдейлеп тұр. Айқайлайды, сосын әсіресе қонақтар келген кезде олар өте жақсы біледі ғой. Сол кезде есесіне сіз бір рет қонақтардың алдында ұятқа қаласыз. Есесіне сіз бір рет балаңыз бақырылдайды, көршілерге айқай естіп. Бірақ ол түсінеді, яғни бұдан түк пайда жоқ екендігін. Сондықтан менің ойымша бір рет радикал шешім қабылдау керек. Чем жаңағы 10 жыл, 20 жыл бойы соның зардабын тартып жүргенше. Деп ойлаймын енді ол әзірге өзгеріске тәжірибе. Сіз енді маман ретінде, психолог ретінде ата-аналармен қандай жұмыстар істейсіздер? Мен осындай кезде, истерика басталған кезде баланың ата-аналармен иерархия жасау керек. Өйткені мына жерде қалай болады? Сіз дұрыс айтасыз. Бала сезеді. Мен қазір ата-аналарыма былай істесем, олар менің артында жүгіреді. Көрдіңіз ғой, иерархия былай. Ол басымды болып тұрады.
хан патша отбасының ата-аналар Біліп төмен алған. кетеді, біліп сезінеді ғой, ата-аналар қасында жүгіріп жүрсе. Ал жалғыз баласы болса, или көп күткен ұлы болса, ол солай болады. міне былай ұстайды ғой, ой біздің тірегіміз деп кішкентай. Сонда бала сезінеді. Сонда мен ата-аналарды жұмыс істеген кезде, сіздер ата-анасы, сіз үлкенсіз, сіз көбіректеу білесіз деп осылай жұмыс істеймін. Сонда бала истерикасын қояды. Ата-ана оған қанша уақытта келеді? Кейбір ата-аналар шынын айтам қашып кетеді. Қиын өйткені. Қайтадан сол жағдайға түседі. Иә, қайтадан сол жағдайға түседі. Өйткені көп аналар өздерінің енді кішкентай кезінде совет үкіметінің мамасы совет үкіметінің адамы болды, эмоционалды суық болды. Сондықтан ол ұстаным өзі кішкентай кезінен ұстаным берген. Мен ана болған кезде мен олай істемеймін, мен баламды жақсы көремін деген ұстаным. Өте дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Осы мен қанша жаңағы кейде бір балдар болып жиналып қаламыз. Енді сөйлескен кезде мен үлкен ұлдарым ер балдар, сондықтан жаңа өскен сайын бір мінез пайда болып бастайды ғой, тыңдамай. Соны жаңа кітап көтертіп қойып жазалайтынымыз бар, бұрышқа тұрғызып. Сөйтсе ең қатал жаза сол екен ер балаға. Не екен? Қолына кітап ұстап бұрышқа тұрғызып қою керек, ол айқайлап ұрысып қажет емес екен. Сонда жаңағы құрдас жолдас жігіттермен өтіп айтамын ғой, сіздер керемет әкесіздер ма, қалай тәрбиелейсіздер деп. Сөйтсек жаңа сіздің айтқан сөзіңіз тұп-тура. Яғни совет үкіметінің кезінде тәрбиеленген біздер сол жаңа анау ата-анамен ортадағы бір барьер дейміз бе, субординация қалып қойған ғой. Сондықтан біздің барлығымыз уәде берген екенбіз да солай. Көбіміз. Яғни енді менің балам болса, айтқанын істеймін, оны жақсы көремін, бауырыма тартамын деп. Бірақ сол екінші шекке шығып кеткен сияқтымыз да. Тым қатты жақсы көріп, тым қатал болмай деген секілді. Бала білу керек, ата-анам мықты, күшті. Сонда балада мықты күшті болып өседі. Ата-ана әлсіз болса, енді эмоционалды әлсіз. Балада эмоционалды әлсіз болады. Қараңыздар. Енді қазір біздің бір тақырыбымыз социализация болған. Яғни баланың әлеуметтенуі. Сол жерде қазір жаңа ұғым туып отыр. Киберсоциализация деген. Яғни баланы ата-анасынан, кәдімгі сыртқы ортасынан гөрі гаджеттер көбірек тәрбиелейді. Ол бала смартфонда немесе түрлі гаджеттерде өте батыл шешімдер жасалады, әңгімелесе алады. Ал мына өмірде қалай араласу керек екенін білмейді. Яғни бұның да нәтижесі әзір жоқ. Бұл ұғым бар, нәтижесі жоқ. Яғни біз осы киберсоциализация біздің балаларымызға қалай әсер ететінін қалай болжай аламыз? Не істейміз? Кішкентай балалар әлеуметтік желіге тіркелуге бола ма? Әрине, жаңағы Тимур айтпақшы, жас шектемесі бар, бірақ барлығының аккаунттары бар. Анасының аккаунтымен, әкесінің, әпкесінің аккаунтымен кіреді. Жалпы баланы әлеуметтік желілерге тіркеу, оларды еркін пайдалануға рұқсат беру қаншалықты дұрыс? Жоқ, мына жерде біз айтып отырмыз ғой, ең бастысы ата-ана білу керек. Балам виртуалды әлемде қай жерге барып жүр, қай жерде қыдырып жүр, не көріп жүр, соны қадағалау керек. Соны андай әртүрлі приложениялар арқылы, родительский контроль деген әртүрлі приложениялар бар, соны аккаунтына қосып қадағалау керек біріншіден. Екіншіден, екінші қапқан осы виртуалды әлемнің. Виртуалды әлемде ең бастысы достар болып келеді, виртуалды достар. Ал шынайы өмірде отбасы болса, бірінші құндылық баланың, виртуалды әлемде достар болады. Сондықтан да ата-аналар әр күн сайын енді сұрап біліп жүру керек. Не пайдалы алдың өзіңе, қандай пайда, кіммен таныстың, не істедің, ата-ана білу керек. Біз қанша жастың аралығын айтып отырмыз қазір? Сіздің айтып отырғаныңыз? Жас өпсірімді. Қазір мысалы Инстаграм дамығалы, кішкентай балаларда әншілерді, актерларды, әртүрлі танымал адамдарды көріп, солар сияқты өздерінің парақшаларын жүргізгісі келіп жатады. Кейде ата-аналар да рұқсат беріп, баланың өзіне не ата-аналары баласы үшін жүргізіп береді. Осының қаншалықты мына жерде мен ол ата-ананың жауапкершілігі деп. Тек қана солай. Осы жерде мына Инара ханымның сөзін толықтыра кетейін. Бұл кісі өте жақсы айтты. Қазіргі таңда
енді көптеген ата-аналар білмеуі мүмкін, бұл iPhone-да да бар, Android-та да бар. Енді мен өте бір 2-3 жылдықты біразын қарап шықтым, иә. Соның ішінде Norton родительский контроль деген бар. Ол iPhone-да да бар, ол Android-та да бар. 30 күн екен, әлде 2 апта ма екен, тегін. Ары қарай айына бір 1500 теңге ма, сондай ғана төлейсіз. Айына емес, бір жылға 1500 теңге ма, сондай. Бірақ оның кереметтігі сол, бұл жерден біз жайлап жаңағы жасөспірім немесе ересек балаларға айтып отырмыз. Солардың ата-анасына балаға кім телефон соғады, қандай SMS жібереді, қандай интернет сайтқа кіреді, қандай видео қарайды, соның барлығын бақылай алады. Яғни өзінің телефонында отырып бақылай алады. Яғни тікелей мысалға олар енді жаңағы самоидентификация дейміз бе, өзінің мені қалыптасып келе жатқан балалар ғой, жасөспірімдер. Сондықтан оларға үнемі телефоныңды бер, мен қараймын, сен кіммен сөйлесіп жүргең деп айту кейде оларға зиян болуы да мүмкін. Үйден қашып кетуі мүмкін. Менің әкем маған сенбейді, қадағалайды деуі де мүмкін. Сондықтан сол алыстан, яғни дистанционны бақылаудың сондай құралы бар. Және оның ішінде сол әркім өзі қалайтын параметрлер бар. Айталық, интернетке неше сағатқа кіруге болады, әлеуметтік желіге неше минут кіруге болады деген секілді өзінің параметрлерін қойып қойса да болады. Яғни осы құралды пайдаланғандар дұрыс теретін. Себебі ол біріншіден жаңағындай осындай қорқынышты оқиғаларға апармау үшін, екіншіден бұл оның қай жерде жүргенін қадағалау үшін де жақсы нәрсе. Бірақ қадағалау деген енді біз әрине ата-ана болғаннан кейін бала шағамызды қадағалағымыз келеді, иә? Бірақ қадағаланған дегеннің жаман нәрсе екенін де сезінуіміз керек. Сенім болу керек қой, сенім. Сондықтан әлеуметтік желі, мен қазір жасөспірімдердің жағдайында айтып отырмын. Оларға достық ұсыну керек. Ата-анасы сол әлеуметтік желіде достық ұсыну керек. Ол жанама түрде білу керек. Яғни мысалға айталық, сіз Facebook әлеуметтік желісінде болсаңыз, сіз жаңадан бір жұмыс орнына келсеңіз, сіздің сол жаңадан келген жұмысыңыздағы бастығыңыз сізге келесі күн достық ұсынса, сіз амал жоқ қабылдайсыз да. Қабылдамасаңыз қызық нәрсе пайда болады. Бірақ қабылдасаңыз, сіз жанама түрде, мейлі ол тіпті сізді ұмытып кеткен болуы да мүмкін оның тарапынан. Бірақ сіздің тарапыңыздан құдды бір ол күні түні сізді бақылап отқан сияқты әсерде боласыз да. Яғни жазған шығармаңыз, жазбаңыз, постыңыз, фото, видеоңыздан кішкене тәртіп сақтап, субординация сақтап, бір бейпіл сөйлемеуге тырысып деген секілді. Себебі жанама түрде тұрады, бастығыңызбен достасыңыз. Дәл сол сияқты ата-анасымен достасқан жасөспірімдерде бәрібір субординация сақтайды. Екіншіден, олардың жаңағы фоллоу жасаған, яғни подписка жасаған пабликтерін қарап шығу керек. Бірақ тікелей жұлып алып, жаңағы мессенджеріңді қараймын, кіммен сөйлесіп жүрсің деген секілді радикалды әдіске баруға болмайды. Мүлдем болмайды. Егер олай жасаса, ол бала береді екен, түбегейлі. Міне қараңыз, міне деп. Бірақ өзі екінші аккаунт ашып алады екен да. Онда ол мүлдем сіздің өзіңізден бақылауыңыздан, сеніміңізден шыққан. Тағы бір сұрақ туындап отыр менде. Осы интернетке, гаджеттерге тәуелділік қандай отбасыларда жиі болуы мүмкін? Жақсы сұрақ негізі. Негізі жақсы сұрақ. Енді Инара ханым толықтырып жатар, енді қанша дегенмен академиялық білімі бар осы салада бізге қарағанда ата-аналармен болсын, балалармен бетпе-бет келіп жүрген маман ғой. Бірақ дегенмен менің жалпы дилетанттық көзқарасым бойынша тұрмыс тіршілігі, жағдайы нашарырақ деп айтсақ, көрермендеріміз ренжіп қалар ма екен? Әрине алдын ала кешірім сұраймын. Яғни балаға үнемі уақыт бөлуге жағдай мүмкіндігі жоқ, немесе анау секцияларға апарып алып келетін, немесе оларға төлейтін ақшасы жоқ. Жалпы баласы тек сабаққа барып келген кезде болмаса, көп жағдайда үйде жүретін, яғни олардың күн тәртібін ұйымдастыруға жағдай келмейтін отбасыларда тәуелділік
ол мейлі алкоголь болсын, ол нарко болсын, және осындай гаджет тәуелділік көбірек болады деген ойдамын. Оған енді Инара ханым өзі толықтырып жатыр, келіспейтін болса. Себебі мен ең басында айтқан сол күн тәртібінен келеді, яғни баланың күн тәртібін қалыптастыру және соған жастайынан тәрбиелеу. Яғни түске дейін сабақ оқисың, немесе спорт секцияға барып келесің, түстен кейін сабақ оқисың, сабақтан келгеннен кейін жаңа кешкі асыңнан кейін келесі күнге сабаққа дайындаласың, сосын бір азғандай теледидар болса теледидар, болмаса шахмат, болмаса кітап, сосын барып ұйықтайсың. Дәл осылай қалыптасқан күн тәртібі жоқ, бей-берекет, өзімен өзі, әйтеуір үндемесе, менің мазамды алмаса, маған келіп жаңа етегінен тартпаса болды деп, өзімен өзі қалған балалар көбінесе сондай өзі тауылған тәуелдіктерге ұмтылады деген бір ойға келді. Сіз қалай қарайсыз? Жоқ, мен келіспеймін, өйткені маған келіп жүрген ата-аналардың ақшасы бар. Бұл факт. Және де мен білем Ресей коллегаларымнан, өйткені Қазақстан бәрібір де мемлекет кішкентай ғой, қандай біздің танымал адамдар Қазақстандағы соларға барып жүр. Иә, Ресей клиникаларында жатады. Немесе Европа, кімде көп ақша болса, олар Европалық клиникаға барады. Сондықтан мына жерде тәуелділік тақырыбында ақша мәселесі, егер де ақшасы аз болса, онда бала арзан нәрселерге ұмтылады. Ақшасы көп болса, онда уже қымбат нелерге ұмтылады. Яғни ақша бұл жерде әлеуметтік жағдай. Мына жерде мен басқаша айтқым келеді. Сіз айтасыз, финансовое неблагополучие, да? Мен эмоционалдық. Ішкі ата-ананың, өйткені тәуелділік бар отбасында жайдан жай әрбір бала гаджетке тәуелді болмайды. Мүмкін емес. Сондықтан мен бірінші отбасын қарастырам. Ата-ананың арасында не болып жатыр? Жалпы отбасында қандай қазір ситуация болып жатыр? Неге бала гаджетке ұмтылып жатыр? Өйткені 10 баладан 2-3-інде ғана тәуелділік байқалады. Сондай бір статистика. Яғни міндетті түрде себебіне ұмтылу керек қой. Осы жерде енді біз бәрібір осы сұхбатты, подкастты, видеоны балалар тыңдамайды анық қой, ата-аналарға арнап айтып жатыр. Яғни ата-аналарға да сұрақ, сіздерге де сұрақ. Айтыңыздаршы, осы енді ситуацияны жасап көрейік. Дәл осы жағдай біздің кезімізде болса, яғни біздің кезімізде гаджеттер болған болса. Біздің кезіміздің балалары көбінде алкоголизмге кеткен, наркоманияға кеткен, анашаға кеткен. Неліктен? Өйткені отбасында көбінде анасы суық болған, немесе әкесі периферияда, командировкада, вахтада болған. Сол жағда көп, немесе гипоопека деген болады. Ол ата-анасы бала өскен сайын ешқандай оған енді демалуға ауа бермейді деп айтсақ та болады. Яғни бұл әлеуметтік іштегі отбасындағы мәселелерден туындайтын нәрсе, иә? Сондықтан мен жұмыс дегенде баланы бірінші сеансқа келеді, сессияға, одан кейін мен ата-анамен ғана жұмыс істеймін. Сонда нәтижесі бала гаджеттен кетеді. Тек қана мен айтам, баламен қандай ережелер енгізу керек, қалай сөйлесу керек, ал басты менің жұмысым, сол жерде көмегім ата-ананың арасындағы проблемаларды. Қараңызшы. Осы жерде жаңа ережелер деді ғой, ережелерді айт. Сол ережелерді санамалап айтуға бола ма? Мысалы қараңыз, 3 жасқа дейін балаға ереже, ешқандай ереже берілмейді, өйткені әлі қалыптаспаған. Ал 3-тен 6-ға дейін 3 ереже қатарынан беруге болады. Мысалыға тісіңді жуу, бірақ олар нақты болу керек. Тісіңді жуу, ойыншығыңды жина, сабағыңды оқы. Сабағымды мен қызыма мысалға альбом для рисования, немесе сурет салу, сондайды беріп қоямын. Қаламды берем, букваларын, әріптерін сызып отырады. Содан кейін ғана гаджетті сюрприз ретінде берем. Уақытын қадағалаймын. Сонда бала тәртіп болған кезде үйде, бала ұмытылмайды, ол біледі, қазір менің уақытым бітті, барады, ары қарай өзінің қуыршақтарымен ойнайды.
Ал 6-дан бастап 16-15 жасқа дейін қатарынан 5 ереже беруге болады. Ол жерде мен аналарға осындай бір ұсыныс беремін. Егер де енді ол балаңыз, қыз балаңыз оннан асса, үйдің жұмысын бере беріңіз. Жұмысқа үйретіңіз, тазалыққа, тәртіпке, жауапкершілікке, сонда ережелер арқылы біз баланы тәртіпке үйретеміз, жауапкершілікке үйретеміз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ма, балалардың еңбегін пайдалану егер де барда кішкентай баланы отыр десе или барда ақша тапса. Инара ханым, қараңыз, адам отбасы үлкен жағдайға душар болды, баласы және гаджеттік тәуелділікте, бірақ сіз сияқты маманға баруға мүмкіншілігі жоқ. Ондай жағдайда ата-аналар не істейді? Біздің подкасттың мақсаты да оларға бір ой салу, белгілі бір нұсқаулық ереже бар ма? Біз қайдан таба аламыз осындай нәрсені? Қайдан іздесек болады? Тағы бір дұрыс емес ақпаратқа кез болып, мүлдем басқа арнаға бұрылып кету қаупі бар ма? Мен сізге келердің алдында интернетті тағы да бір рет аралап көрдім. Қаншама ақпарат, көбісі дұрыс емес, қателіктері бар ақпарат. Сондықтан енді айтатыным, ережелер, жаңағы айтқанда, баланың жасына қарай нақты бір ережелер, және мынау ережелер екі жақта да істейді. Егер ата-аналар күн сайын қадағаламаса, өздері жауапкершіліктен басын тартса, балада жауапкершіліктен басын тартады. Мына жерде ата-аналар күн сайын үздіксіз міне келді жұмыстан кешке немесе түсте мынаны істедің, енді мен саған беремін 2 сағат. 2 сағаттың күні бойға бөліп қоюға болатын болар, 2 сағатта да бірден 2 сағатқа беремін. Мына жерде өздері білсін. Күні бойы 2 сағат. Ал бөліп берема, немесе ойын ойнаса бір реттен берема, бірақ 2 сағат. Тимур мырза, осы кезде жаңағыдай ережелер дейді, сіз балаларыңызбен қандай ережелер ұстанасыз және қанша уақытқа бересіз? Жақсы сұрақ. Осы бір жыл бұрын сіздің арнаңыз, балапан арнасында сұхбат бердім. Қасында бір ата-ана тұрды, сосын Аминка, Витаминка, Макай, 2 YouTube блогер тұрды. 7 оқима, 8-ші класстағы қыз балалар. Сонда мен жанымдағы ата-ана, мен 2 жаста дедім, 3 жастағы балама планшет алып бердім, кәдім жеке өзіне. Нормально деді. Яғни қазір 6 жасқа келді дедім, яғни шағады деді. Мәселе жоқ, мінезі керемет. Ең бастысы дұрыс ұйымдастыру деп жауап берді. Яғни мен қой дегенде ол қояды, бірақ күні бойы отырса, күні бойы отырады. Яғни ол жақтан да мен қарым-қатынас бар, мен жақтан да қарым-қатынас бар. Қиналмаңыздар деп жауап берді. Сосын содан кейін мен ойладым, үлкен ұлым енді кішкене бізде жауапкершілікті өзіне алған кәдімгідей. Артындағы жаңағы інілерін қадағалап жүретін мектепке ерте барып келеді. Жұмсаймыз, баланың күшін қолданамыз. Сондықтан ойладым, мен бұған жұрт 3 жастағы жағы біз ермеміз ғой. 3 жастағы баласын планшет алып берсе, мен неге 10 жастағы балама смартфон алып бермеймін? Жағдайым жетпей ме? Сол кезде сіз пост жазғаныңызды білемін Фейсбукқа. Яғни мен толық шешім қабылдадым. Демек, мен балама смартфон алып беремін. Сосын кейіннен ол райымнан қайттым. Бірақ соңғы кезде мүлдем қайтып жүрмін. Яғни, әрине оған телефон береміз, кнопкасы бар, яғни бір жастағы баланың өзі ұстамайтын телефон алып береміз. Байланысу үшін, мектепке барғанын, қайтқанын білу үшін, бір жаққа жұмсау үшін. Бірақ оған менің ойымша сұраққа жауап беру керек секілді. Яғни, балаға жалпы смартфон не үшін керек өзі? Барлық жағдайын жарайды, ол видео көрмеді, не болды көрмегенде? Жарайды, ол жаңағы Clash of Clans ба, әлде Tetris ба, не бар ананың ішінде, Bones ба, ойнаған жоқ, не болды сонда? Бала ойнамағанда не болды? Бірдеңе жоғалтты ма? Деген сұраққа жауап беру керек сияқты да. Осыдан келіп,
яғни біздің қазақы ортада, қазақ отбасыларында сол нөмірі бірінші мәселе ол баланың тұтынатын контентіне негізделмеген. Нөмірі бірінші мәселе мені мазаламаса екен дегенге келіп тірелді. Қазір және ондай ата-аналар өте көп, миллиондап саналады. Яғни біз бәрібір ана баланың жауапкершілігін, баланың жаңағы гаджетті қолдану деген секілді бір ауыр әңгімелеріміз бар ғой, мағадамдар айтып отырған. Соның барлығын сыпырып алып қайтадан ата-ананың мойнына кигізуіміз қажет сияқты да. Яғни сіз балаларыңызбен қаншалықты және қалай уақыт өткізіп жүрсіз, оларға гаджетті не үшін алып бердіңіз, олар ол гаджетті ұстамағанда не болушы еді деген секілді. Бұл жерде уақыт және сапасы, иә? Уақыт және сапасы және контент қой. Сосын енді осы жерде бір парадокс бар. Қараңыздаршы, мысалға мынау подкаст қой, иә? Яғни ата-аналар сізде бұл подкаст. Яғни видео түрін қарамаңыздар. Сіз жаңағы жұмыс істеп жүріп, тамақ пісіріп жүріп, ыдыс-аяқ жуып жүріп, қайда шығасыздар? ютубке, кастбоксқа, ютубке шығарып. ютубке шығасыздар ма? Яғни аудио түрінде тыңдаңыздар. Сонда біздің әңгімеміз кішкене дұрысырақ болады. Скрин тайм, яғни дисплейге қарап отырудың зияндығын дисплейге қарап отырып тыңдағаннан көрі құлақпен тыңдап деп жүріп жұмыс істегендеріңіз дұрысырақ болады. Яғни айтайын дегенім, мысалы мынандай қызық нәрсе бар. Енді балапан арнасы бұл білмедім мен, осы Қазақстанның болашағын тәрбиелеп жатқан бірден бір канал деп айтар едім, ешқандай асыра сілтеусіз. Себебі бұл 24 сағат қазақша контент береді. 17 сағат. 17. Енді мен ол қалғанда ұйықтайды ғой енді. Бірден бір канал. Әрине біз балаларымызды толықтай сеніп тапсырғанбыз балапанға. Тіпті мен анау орыс тілді, өздері орысша ортада тәрбиеленіп өскен әріптестерім болсын, таныстарым өздері айтып жатады, мен балам кәдімгідей таза қазақша сөйлейді, балапан көргеннің арқасында деп. Яғни балапан арнасы жақсы контент беріп жатыр, бірақ ол балапан арнасы қосып қалған кезде контент беру үшін ғана жақсы контент беріп жатыр да. Яғни мен ата-аналардың қаперіне айтып жатырмын. Ол деген сөз балапан арнасы сіздерге 17 сағат бойы балаңыз балапанның алдында отырсын деген сөз емес. Иә, мен сізге қазір ойыңызға ой қосамын. Осыны нақтылап айту керек, себебі көпшілігі байқаймын отырысып қояды екен. Соңғы кезде менің өзім де теледидардан кәдімгідей радикалды түрде жазады ағайындарымын. Көретін бір кешкі бос уақытта ғана қарайсыздар. Басқа уақытта болмайды. Себебі яғни гаджет деп алдық, иә, сосын гаджеттен жайлап біртіндеп оның ішіне контентке түстік. Енді контенті дұрыс балапанның өзіне келген кезде қайтадан тәрбиеге келеді. Қараңыз, біз балапанды жалпы телеарналарды болмаса бір газеттерді бір сакралды мән беріп аламыз да. Ол біздің ұлттың жаңағы тәрбиелеп отыр, ол сөйтіп отыр, ол бүйтіп отыр, ол жай ғана телеарна. Оны да қолдана білу керек. Бүткіл гаджеттерге қойылатын талап балапан телеарнасына қойылады. Гаджеттерді қолдануға болмайды, тек балапан көру керек деп ойлайды кейде адамдар. Өйткені қазақ тілінде сөйлейді, жақсы нәрселерді көрсетеді деп. Бірақ мен мысалы қанша жыл осы салада істесем де, менің балаларым теледидар көрмейді. Менің үйімде телевизор жоқ. Менің балаларым күніне 10-15 минут қана гаджет көреді. Бірақ олар көп кітап оқиды, көп. Бірақ менің қарсыластарым, оппоненттерім өте көп болды. Кейбір кезде сіз сияқты сынып кеткен кездеріміз де болды. Ойладым, мүмкін мен дұрыс емес істеп жүрген шығармын. Бірақ уақыт өте келе, мысалы 2010 жылы балапан телеарнасына келдім. Сол жерде 3-4 жыл істегенде мен осы проблемаға бірінші рет соқтығыстым. Сол кезде таңғы сағат 7-ден балалар түнгі сағат 12-ге дейін әнұран ойнағанға дейін телевизор көріп отыратынын сездім. 10 жыл өтті, балапан 10 жасқа толды, ситуация өзгерген жоқ. Не үшін біз бұл подкасты жасауға шешім қабылдадық? Өйткені адамдар таңынан кешке дейін балапанға балаларын тапсырып тастады. Ол мына гаджетке тәуелділіктен гөрі күрделілеу мәселе. Біздің әрбір сөзімізге дейін балалар жатқа біледі. Бірге айтып отырады, қарайды, қанша. Ол шынын айту керек, өте қауіпті нәрсе. Ол ата-ана емес телеарна, ата емес. Ешқашан да ондай нәрсеге жіберіп алмауымыз керек еді. Бірақ біз балапанға, телеарналарға бір қасиетті, бір құндылық ретінде қарауымыздың әсерінен, жаңа ата-аналар жаңа өзінен жауапкершілікті алып тастау үшін, ол балапан ғой.
балапанға бұл ереженің бәрі жүрмейді, ол балапан ол өткен қасиетті, ол біздің апамыз, анамыз, біздің құдіретті бір әжеміз сияқты көрінеді. Сондықтан да дәл осы жерде мен оны, Тимур, білесіз, түрлі деңгейде айтып жүрмін. Мен оны жалықпай қаншама жерде айта бастағанда адамдар таң қалады, саған көрермен керек емес па? Жоқ, бізге саналы көрермен керек, сапалы көрермен керек. Бұлай істеуге болмайды деп айтамыз біз. Сондықтан да жаңағы бізде айтып отқан барлық ережелер теледидарға қатысты екендігін тағы бір баса айтуымыз керек. Өйткені қазір теледидар, сіз айтып отқан күлгін сәуле шашатын бірден бір құрылғы болып саналады. Сонымен кішкене қорытындылайық. Ата-ана сағаты подкастымызды қорытындылау уақыты келіп қалды деп ойлаймын. Өйткені көп нәрсені айттық, жан-жақты қарастыруға тырыстық. Енді соңғы бір өздеріңіздің қорытынды кеңестеріңіз ба, жоқ сөздеріңізді осы гаджеттер мен интернетке тәуелділікке байланысты бір ойларыңызды айтсаңыз. Бақытгүл апай, сұрақ ретінде қояйық қонақтарға. Жалпы ортақ нұсқаулық бар ма? Және ол нұсқаулықты жасауға кімдер мүдделі болу керек? Қазір түрлі нұсқалар айтуы мүмкін. Мемлекет жасау керек, анау жасау керек, мынау жасау керек. Біздің қолымыздан не келеді? Не істеуіміз керек? Бар ма? Қайдан іздеуіміз керек дұрыс ақпаратты? Мысалы, Тимур, сіз дайынсыз ба сондай нәрсені ата-аналармен бірлесіп жасауға? Сондай жауапкершілікті біреу алу керек қой? Немесе қауымдасуымыз керек па? Ендігі қадамдарымыз қандай болу керек? Өте қиын сұрақ, өте қиын сұрақ. Менің ойымша нұсқаулық қажет емес деп ойлаймын. Бір ұсыныс ретінде, енді қазір бәріміз интернет қолданамыз. Ұсыныс ретіндегі нұсқаулық. Ұсыныс ретінде бола жатар айталық, жаңағы күніне 2 сағаттан асырмау. Енді мен жаңағы айтып отырмын, соңғы кезде мүлдем радикалды жаққа көштім. Тіпті не үшін беру керек? Мен басынан радикалмын. Яғни жоқ, енді мен жаңағы IT, гаджет болғасын, ұлдарым біліп өссін деген бір жығылып бара жаттым да. Бірақ менің ойымша әр ата-ана өзіне сұрақ қою керек деген ойдамын. Жаңағы айтқан ойымның қорытындысы, яғни ол жалпы гаджет не үшін қолдану керек? Қолдану керек пе дегенге. Сосын барып қолданатын болса, жарайды, онда 2 сағат. Себебі менің балам менікі, сіздер өз балдарыңыз тәрбиелеп алсаңыздар жеткілікті деген ойда болуы мүмкін кейбір ата-аналар. Бірақ оның зардабын тартады бәрібір. Ақыл ойы кеш дамып қалуы мүмкін, сұраққа жедел жауап беру қабілеті дамымай қалуы мүмкін, бір тіл үйрену, немесе баланың бір туа бітті бір өзінің қабілеттері болады ғой. Біреу эмоционалды болады, біреу логикалық, когнитивті жағынан жақсы дамиды. Сол жақсы қабілеттері бойындағы кеш дамып қалуы мүмкін. Бәрібір ол өзінің жаңа асқынған белгілерін уақыт өте ғана білдіргеннен кейін кеш қалып қояды да. Сондықтан да осы бастан бәлкім радикалды түрде, бәлкім директивті түрде кәдімгідей дұрыстап мән беріп қарау керек деген ойдамын. Екіншіден, ақыр беретін болса, онда 2 сағаттан асырмау керек деген ойдамын. Ақыр 2 сағат қарайтын болса, онда да бей-берекет емес. Жаңағы бала контенті дейміз ғой, балаларға арналған контент. Себебі мен кейде бір үстінен түсіп қалатыным бар, ана ютубта келесі видео ойнап кетеді ғой автоматты. Иә. Сол кезде біртіндеп жаңағы жарнамамен немен ересек контентке кетіп қалатыны бар. Сондай ата-аналық бақылау болу керек, және жаңағы айтқан Нортон родительский контроль деген бар, соны қарап алыңыздар. YouTube Kids дегенді қараңыздар. Сосын міндетті түрде жасөспірімдеріңіз, балаларыңыз болатын болса, соңында мән беріңіздер. Сосын әрине өзі ата-ананың өзі. Жаңағы 2 сағаттан деген ол кішкентай туғаннан кезден бастап емес ғой. Жоқ, 3 жаста, Инара ханым айтуы бойынша 3 жастан бастап. 3 жасқа дейін мүлдем қарамау керек. Енді 25-30 минут жарайды. Өйткені ол тікелей миға әсер етеді. Ал менің ойым сондай нұсқаулық керек деп ойлаймын. Бірақ оны кім жасау керек? Оны жасаған кезде мына жерде қараңыз. Педагогтар, психологтар, медиктер, психиатр, невропатологтар және IT-технологтар бірігіп. Мына жерде жүйелік, өйткені өзі тәуелділік ауру, ол жүйелік ауру. Мына жерде тәуелділікті емдеген кезде нарколог, психиатр, психотерапевт үшеуі емдейді. Өйткені тек қана нарколог емдесе,
ол қайтадан бір уақыттан кейін қайтадан өз тәуелділігіне келеді. Сондықтан бұл жерде жүйелік керек. Және тағы да бір ойым бар, гаджет дамып жатыр, қазір біз сондай дәуірде тұрып жатырмыз. Егер де біз сондай нұсқаулықты алсақ, әр ата-ана өзінің жауапкершілігін өзіне артса, онда біз тағы бір жаңа деңгейге барамыз. Қараңызшы, гаджетті бізді ережелерге үйретіп жатыр, тәртіпке үйретіп жатыр, сондай жақсы бір енді сол арқылы тәртіп, ережелер арқылы дисциплина дейміз, сол арқылы біздің халқымыз бір жаңа деңгейге жетуі мүмкін. Бірақ ол үшін осындай нұсқаулықтар керек. Әрбір ата-ана білу керек. Баланы қалай гаджетпен өмір сүру үшін не істеу керек екен. Яғни бұл жерде енді әңгімемізге ешбір билікті араластырғымыз келмесе де, жаңағы денсаулық сақтау министрлігі, білім министрлігі және бізде цифрлану министрлігі бар, барлығы бірлесіп ойланатын нүктеге келдік қой қазір. Менің ойым сондай. Дұрыс. Өзімді жеке адам ретінде толғандырып жүрген бір сұрақ бар еді, сол сұрақты қойып, сіздің пікіріңізді білсек. Мысалы, менің кішкентай балам өте кішкентай болғанда, жаңадан басын көтергенде, 6 айлық болғанда, қазір өсті ғой. Сол кезде ол терезенің бәрін дисплей деп ойлайды. Бірақ ешқашан сотовый ұстап көрмеген, ұстай алмайды әлі, саусақтар әлі ұстауға келмейді, мойнын әрең көтеріп тұр, бірақ ол барлық күшін тауып, терезелердің бәрін былай істеп көреді. Сонда мен оны зерттеп көрдім. Неге ол қайдан біледі? Сондағы кезіккен түрлі ақпараттар, бірақ тексерген жоқпын тағыдан. Біздің алған білімді түрлі бейсаналы түрде болмаса генетикалық түрде келесі буын алып туылады деген сияқты нәрселер айтылады. Ол қаншалықты рас? Мысалы, біздің қазіргі гаджетті ұстап үйренген балалардан қандай балалардың туылатынын ойлау қазір қорқынышты да. Мысалы, ол басын көтермеген бала терезенің бәрін дисплей деп қабылдап тұр. Ешқашан гаджет ұстамаған. Ондай білім оған қайдан келді? Мына жерде менің сізге сұрағымыз, қалай білдіңіз ол бала терезені гаджет ретінде, дисплей ретінде? Мен көтеріп, өзім киім қарап жатқан кезде, мысалы терезеге жақындау, витриналар болып, ол бәрін былай істеп жүреді. 6 ай экран слайд жасап жүр, ашып жүр. Мүмкін енді ол бала бізге қарап өседі ғой. Мүмкін көрген шығар мамасы. Яғни жаңағы миф па, сонда біздің барлық білімімізді оны генетиктерден сұрау керек. Бірақ мен білетінім тәуелділік генетика арқылы берілмейді. Жоқ, тәуелділік емес, біліп туу. Жоқ, менің ойым бала ата-анасына қарап ерлейді. Жалпы қазіргі балаларды сол 2010-нан былай бертінге соңғы туылып жатқан ұрпақ digital native деп аталады. Ол 2015-те туылған мысалы. Digital native деп аталады. Яғни сол кіндігінен гаджетке жабысып туады негізі. Мысалы, жақында Айова университеті бір зерттеу жүргізген екен. Олар 10 баланың 9-ы 2 жасқа толмаған 10 баланың 9-ы қолына берілген гаджетпен бірден жұмыс істеп кетеді. Олар біледі қай жерге кіріп, қай жерге шығу, бірақ ұстап көрмеген. Digital native деген сол. Яғни оны зерттеуді қажет етеді. Біз алдағы уақытта білеміз, Оны сіз генетиктерден сұраңыз. Бұл тақырып өте қызық болды. Әрі қарай да талқылайтын, айтатын ойларымыз көп, дегенмен подкастымызды аяқтауымыз керек. Сондықтан бүгін келген қонақтарымыз психолог Инара Мұхтарова мен IT-аналитик Тимур Бектұрға көп рахмет айтамыз. Осымен ата-ана сағаты подкасты аяқталды. Сау болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыздан жаңағы ата-аналарымыз базалық білу керек нәрселерді біліп шықты деп ойлаймыз. Ендігі подкаст жасайтындар болмаса, осы дүниеге бас қойып тақырыпты зерттейтіндерге сәл де болса оңай болады деп ойлаймыз, Тимур. Сондықтан бүгінгі әңгімелеріңіз үшін рахмет. Танымдық және ағартушылық тұрғыда болды. Үлкен рахмет айтамыз. Сау болыңыздар.